Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз компьютер қалай жұмыс істейді. Алдымен өткен сабаққа тоқталайық. Компьютер деген не? Компьютер қандай құрылғылардан тұрады? Бүгінгі үйренетініміз компьютердің негізгі құрылғыларының өзара әрекеттесуі. Аналық тақшаның, орталық процессордың, байланыс порттарының қызметі. Компьютер деген не? Электронды есептеуіш машинаның даму тарихы бірнеше буындарға бөлінеді. Буындардың ауысуы электронды техникалардың дамуымен және EM-нің элементтік базасының ауысуына байланысты. Дербес компьютер мынадай бөліктерден тұрады. Ақпаратты өңдеу және сақтау құрылғысы жүйелік блок. Ақпаратты шығару құрылғысы монитор. Ақпаратты енгізу құрылғысы пернетақта. Компьютердің ең негізгі бөлігі жүйелік блок. Жүйелік блокқа компьютердің негізгі және қосымша құрылғылары жалғанады. Компьютер іске қосылғанда құрамдас бөліктердің барлығы ақпаратты өңдеп, дайын ақпараттарды ұсыну үшін жұмыс жасайды, өзара әрекеттеседі. Жүйелік блокта қандай құрылғылар орналасқан? Жүйелік блоктың ішінде орналасқан құрылғылар бізге көрінбейді. Жүйелік блоктың ішінде орналасатын құрылғылар: аналық тақша, микропроцессор, компьютердің ішкі жады, диск жетек, ол алынбалы тасымалданушы, оқуды және оған ақпаратты жазуды жүзеге асыратын құрылғы. Жүйелік шина, компьютердің түрлі құрамдас бөліктерінің байланысын қамтамасыз ететін электронды сұлбалар. Қоректендіру блогы, желдету, қорғау жүйелерінен тұратын компьютердің электромеханикалық бөлігі. Аналық тақша компьютердің ақпараттық негізі. Аналық тақша арқылы жүйелік блоктың құрылғылары өзара әрекеттеседі және ақпарат алмасады. Аналық тақша компьютердің микропроцессоры, тұрақты есте сақтау құрылғысы және басқа да құрамдас бөліктері орналасқан тақша. Аналық тақшаның негізгі қызметі компьютердің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Аналық тақша мыс өткізгіштермен қапталған. Микропроцессор компьютердің мәліметтерді өңдеуге және компьютер жұмысын басқаруға арналған негізгі бөлігі. Микропроцессор программалар арқылы берілетін командаларды орындайды. Микропроцессор неғұрлым шапшаң жұмыс істесе, компьютерде соғұрлым жылдам жұмыс істейді. Ол компьютердің барлық құрамдас бөліктерімен байланыста болады. Заманауи микропроцессорлар көп ядролы. Көп ядролы микропроцессорлар еңбек өнімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Процессордың басты сипаттамасы тактілік жиілік. Ол мегагерцпен және гигагерцпен өлшенеді. Тактілік жиілік қаншалықты жоғары болса, процессор алынған мәліметтерді соғұрлым тез өңдейді. Жүйелік шина. Жүйелік шинаның негізгі қызметі процессорлар арасында және дербес компьютердің қалған басқа құрылғыларының арасында ақпараттар тасымалдау болып табылады. Шинаның разряды ондағы сымдардың санына тәуелді. Деректерді жазу кезінде процессор адрес шинасы бойынша ішкі жадқа ұяшық адресін береді және деректер шинасы бойынша осы ұяшыққа жазылатын ақпаратты алады. Жүйелік шина, деректер шинасы, адрес шина, басқару шинасы болып бөлінеді. Компьютер жады. Компьютер жады ішкі, сыртқы болып бөлінеді. Ішкі жадыға жедел жады, кеш жады, тұрақты жады. Сыртқы жадыға магниттік дискілер, флеш жады, оптикалық дискілер жатады. Магниттік дискілерге қатты диск, иілгіш дискілер жатса, оптикалық дискілерге CDR, DVD дискілер жатады. Компьютер порттары. Порт компьютерден
Компьютерге дерек беретін құрылғыларды жалғауға арналған қосқыш, мысалы басып шығарғыштар, параллель порттарға, ал модемдер тізбекті порттарға жалғанады. Сонымен қатар, қосымша құрылғыларды жалғау үшін тізбекті порт және USB порт пайдаланылады. USB портты компьютердің алдыңғы немесе артқы жағында, тізбекті немесе параллель порттың жанында орналасады. Енді мына сұрақтарға жауап берейік. Дербес компьютер қандай құрылғылардан тұрады? Жүйелік блоктың қызметі қандай? Жүйелік блоктың ішінде қандай құрылғылар орналасқан? Аналық тақшаның негізгі қызметі қандай? Микропроцессор қандай қызмет атқарады? Компьютер порттары дегеніміз не? Себебін анықтайық. Неліктен ақпарат алмасу процесі аналық тақша арқылы өтеді? Не себепті компьютердің барлық құрылғылары өзара әрекеттеседі? Компьютер порттары не үшін қолданылады? Мына тапсырманы компьютерде орындаймыз. PowerPoint программасын іске қосыңдар. Компьютер құрылғылары және жүйелік блоктың ішінде орналасқан құрылғылар тақырыбына презентация дайындаңдар. Презентацияға интернеттен суреттер алып қолданыңдар. Презентацияға фон және дизайн қосып безендіріңдер. Әрбір суреттің астына атауы мен қызметін қысқаша жазыңдар. Жасаған презентацияларыңа атау қойып, өз бумаларыңа сақтаңдар. Презентацияларыңды интерактивті тақта арқылы сыныптастарыңа көрсетіңдер. Келесі тапсырма дәптерде орындаймыз. Сызбаны дәптерге толтыр. Ішкі жадты және сыртқы жадты толтырамыз. Талдап салыстырайық. Құрылғыларды салыстырып, ұқсастықтар мен айырмашылықтарын айтыңдар. Келесі үйге тапсырма. Сурет бойынша порттар арқылы компьютерге қандай құрылғылар жалғанатынын тауып, дәптерлеріңе жазыңдар. Осымен сабағымызды ауа райы арқылы қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.